Біздің басты кейіпкеріміз осы бала болады. Ол осы күні мектепке бара жатады. Киініп болған соң ол ары қарай мектепке кетеді. Біреу есікті тоқылдатады. Ол кім екен деп анасы барып есікті ашқанда ол баласы болады. Баласы бір кәмпитпен көзіне қарай жақындатып жүр екен. Сосын олына қатты мән бермей оны комнатасына жібереді. Ол комнатасына барып кәмпитті алғанда оның бір көзі жоқ екен. Ол әрмен қарай кәмпитті жалап жей бастайды. Ол сол кәмпитке өте қатты тәуелді болып қалып, ол кәмпитті ол қатты ұнатып қалады. Оның баласы тағы да мектепке қарай киініп кете бастайды. Тағы да есікті біреу тоқылдатады. Және де ол тағы да баласы болып шығады. Бірақ та ол бір қолын қалтасына салып жүр екен. Бір қолында кәмпиті бар. Оның қолы жоқ болып шығады. Оны анасы бірақ байқамай қалады. Анасы ыдыс жуып жатқанда баласының келмегенін түсінеді. Ол одан кейін ол сағатқа қарайды. Сағатқа қарағанда кеш болып кетіпті. Ол өте шошынады. Не болып жатқанын өзі де түсінбеді. Соңғы кезде баласы біртүрлі болып жүр екен. Анасы тағы да есікті ашқанда баласы келеді. Ол кезде аяғы біртүрлі болып тұрады. Қолы да біртүрлі болып ол жерге құлайды. Сөйтсек ол бар денесін осы кәмпитке жұмсап жүрген болып шығады. Анасы оны көріп өте қатты қорқады. Біздің жасыл кәмпит дегеніміз наркотик екен. Ол асығып сабаққа тез баратқанда алдынан анасы шығып сабаққа бармайсың дейді. Баласы өте қатты ашуланады. Анасы оған тез бөлмеңе бар дейді. Ол баласы жылап жатады. Анасы жұбату үшін оған бір кәмпиттерді алып келеді. Бала кішкене болсын қуанады. Бала оны ашқанда жасыл кәмпитті таппағанда ол өте қатты ашуланады. Және де оның қабырғасында жасыл кәмпиттердің суреті толып тұрған байқаймыз. Баласы терезеден түсіп қашып кетеді. Анасы барып баласының комнатасына барғанда баласының жоқ екенін көреді. Және де оның тереземен қашып кеткенін біледі. Көшеге шығады, баласын таппайды. Бірақ та ол ақсаңдап келе жатқан бір адамды көреді. Ол да сондай шығар деп оның артынан жүре бастайды. Осылайша ол өзі көздеген жерге жетеді. Сөйтсек, жасыл кәмпитті алатын жер осы жер екен. Бірақ та ол өзінің баласын таппайды. İçінен бір адам шығады да, қолындағы кәмпиттерін көрсетіп барлық адамды қызықтырады. Барлық адам оның қолына қарай ұмтылады. Көрген жаңағы баланың анасы шошып кетеді. Ол адамның артынан барлық балалар кіре бастайды. Анасы оларды тоқтатуға тырысады, бірақ оны құлатып кетеді. Баласы да сол жерге кіріп кетеді. Және де ана жерден есік ашылғанда ол басы жоқ қыздың қуанып кетіп бара жатқанын көреді. Ол қыз шыққан жерге барады да өте қатты шошынады.
өйткені ол жерде баласының тек қана құлағы қалған екен. Анасы ол жағдайдан кейін ауру болып қалады. Ол баласына киім тігіп отырады. Анасы сәл-сәл ұйықтап қалады. Көзін ашса қасында баласынан қалған тек қана құлағы да жоқ екен. Құлақты іздей бастайды. Сөйтсек, диванның астында жасыл кәмпит жатыр екен.